осы түсті таңдап, әрқайсымыз осы түс бойынша отырамыз. Қазір оқушылар таңдаңдар, жақтан келіп таңдаңдар, әрқайсымыз екі толық түседі. Тез алып отырамыз. Отырамыз. Түрлі түстер, осы фигуралар арқылы әрқайсымыз өз орнына жайғастырамыз. Енді оқушылар, біз сабағымызды бастамас бұрын, жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын үй жұмысын қайталап алайық. Мен үй жұмысы сендерге кубизм әдісі арқылы үй тапсырмасын сұрайтын боламын. Мен үй жұмысы үшінші ноғай орда тобына мен кубикті тарқатып, осы кубик арқылы әрқайлы кішкене лақтырып жүріп, қандай сұрақ түсті? Кім айтады? Айтады екен, Диана кубикті лақтыра ғой. Жәнібек қаннан кейін таққа кім отырды? Жәнібек қаннан кейін таққа кім отырды деген сұрақ түскен екен. Жәнібек қаннан кейін таққа Бекбай хан отырды. Жарайсың. Ақылбек айта ғой. Алтын Орда қай жылы толықтай құлады? Алтын Орда ол 14-ші ғасырдың 50-70-ші жылдары толықтай құлады. Алтын Ордадан тағы үй тапсырмасын айтатын оқушылар айта ғой. Ұлдана. Сол қанаттың орталығы қандай? Сол қанаттың орталығы қандай екен? Сығанақ. Сығанақ қаласы екен. Енді Ақорда тобынан үй тапсырмасын айтатын қан Елжан сұра ғой. Елжан. Алтын Орда қай ханның тұсында өрледі? Алтын Орда Өзбек хан, Жәнібек ханның тұсында өрледі. Өте жақсы. Кім айтады екен? Бату ханды кім деп атады? Қыпшақтар Бату ханды Саян хан, ақылды хан деп атады. Жақсы. Енді ноғай ордасы тобына үй тапсырмасын айтатын оқушылар бар ма? Айсұлтан айта ғой. Алтын Орда ханнан кейінгі тұлға. Алтын Ордадан кейінгі тұлға Беклерді. Беклер жек екені Алтын Ордадан кейінгі. Сен айта ғой, Зере айта ғой. Оң қанат және сол қанаттағы кімдер басқарды? Оң қанат және сол қанатты кімдер басқарды деп отыр, қа? Оң қанатты Бату хан ұрпақтары, ал сол қанатты ұлы жошы ұрпақтары. Жақсы. Тақырыбымызға байланысты тақырыпты ашпас бұрын. Мына сүйретпен не көріп тұрсыңдар? Мына қандай ғимарат? Ақорда ғимарат екені. Демек, бүгінгі өтетін сабағымыз Ақорда тақырыбы екен. Біз тақырыбымыз ашылды. Сабақтың мақсаты 13-ші ғасырдың басында Евразияның саяси картасына қандай өзгерістер орын алғанын анықтаймыз. Енді біз қазір осы жайлы қысқаша бейнеролик көріп аламыз. Оқушылар тыңдаңдар. Бейнеролик көріп алып, сол бейнероликтен көрген ой түйінділерді, түсініктерді әрқайсысы кем дегенде 4 мағлұмат дәптерлеріне түртіп алып отырыңдар. Жарай ма? Бейнероликте тыңдаймыз. 13-ші ғасырдың ортасында 3 иелікке бөлді. Ұлытауда орта ежен тұқымы иелік жасаса, Бату тұқымы Еділ бойында жаңа мемлекеттің негізі Шығыс Дешті Қыпшақты, яғни Жошы ұлысының шығыс бөлігін оның үлкен ұлы Орда ежен бастады. Алтын Орданың Орда ежен ұрпақтары Ұлытауда билік құрды және қазіргі Қазақстанның барлық аумағында Сығанақ Ақорданың астанасы болып, хандар сол қалада қыстан 14-ші ғасырдың соңы мен 15-ші ғасырдың басында Әмір Темірдің жорықтары мен ішкі талас тартыстың нәтижесінде Ақорда әлсірейді. Ұрыс ханның немересі Барақ хан билік құрған 1423-1428 жылдары Ақорда нығая түседі. 1428 жылы Барақ қайтыс болып келген моңғолдар болды. Бірақ моңғол тайпалары 14-ші ғасырға қарай толық түркіленді. 14-ші ғасырдың ортасында ертең мен Барақ орда хандар Алтын Ордаға тәуелділікті күшті қойды. Екінші кезең Ақорданың күшейген кезеңі. 14-ші ғасырда билік құрған Ұрыс хан тұсында Ақорда нығайып, Алтын Орданы біріктіруші ұлы тірекші табылды.
Сығанақлы қазақ жерінде моңғол шапқыншылығынан кейін құрылған алғашқы мемлекет болды. Бейнероликті көріп болдық, осымен бейнероликтен жазалды мағлұмат, аха. Енді осы бейнеролик бойынша не түсіндіңдер? Алтынай, мен Алтынайға сұрақ қояйын. Бейнероликтен не түсіндің, Алтынай? Бұл лақтыру әдісі бойынша бейнероликтегі не түсіндің? Моңғол тайпалары қай кезде түркіленген екен? Моңғол тайпалары 14-ші ғасырда түркіленді. Жақсы. Мұхаммед Ақ Орданың астанасы қай қала болды деп тұр? Ақ Орданың астанасы Санақ қаласы. Жақсы. Енді Талшын. Алтын Орданың саясы неше кезеңнен тұр, саяси кезеңі? Алтын Орда саяси кезеңі 3 кезеңнен тұрды. Алтын Орданың саяси кезеңі 3 кезеңнен тұрған екен. Мадина. Айта ғой, Осқан өзінің тегесін қай қалада шығарды? Менің видеороликтен түсінгенім бойынша, Оросхан өзінің теңгесін Сығанақ қаласына тапты. Алтын Орданың орталасқан жері, мына жерде сібір тайпалары, Моңғолстан, соның ішінде Алтын Орда ортасындағы Ақ Орда орталасқан жері. Енді мен қазір сендерді бағалап жіберейін. Алтынай бұл лақтыру әдісі бойынша жақсы жауап берді. Қайда бағалау сұрағыңыз қайда? Аспан господи. Алтынай, міне сенің дәптеріңді аш. Мадина жақсы жауап беріп отырды. Бағалау парағына қойып қойған. Талшын жақсы жауап беріп отырды. Мен бағалауды параграф 30 бір Ақ Орда тобы. Ақ Орданың пайда болуы, осы бойынша постер қорғаймыз. Екінші, Алтын Орда тобы саяси тарихы. Енді үшінші топ Ноғай Орда тобы, мемлекеттің құлауы. Сендерге. Қазір мен тақада плакатты осыған постер қорғап шығармыз. Karşı.
Бізге берілген тақырып ол Ақорданың саяси тарихы. Ең бірінші болған жағдай ол Ақорданың саяси тарихының 3 кезеңге бөлінуі. Ал бірінші кезеңі шығыс дешті қыпшақтың аумағында алтын орда билігінен созылған жолындағы ұзаққа созылған күрестер сипатталды. Екіншісі Ақорданың кішірейтілген кезеңі 60-70 жылдары Ұрыс ханы кезінде болған. Үшінші кезең Әмір Темірдің Ақордаға жорығы. Демек бұл Мауреннахрдың әміршісінің Ақордаға талқандау кезеңі. Осымен алтын орда тобы өз достығын қорғап шықты. Жарайсыңдар, отыра ойындар, күшіні қалы деп енді екінші топ 13 ғасырдың 15 ғасырдың басында шығыс дешті қыпшақ Ақорда өмір сүрді. Рашид ад-Диннің айтуынша, жошы ұлының шығыс бөлігінде орда ежен иелік етті. Осы жерде орда еженнің Бату ханның алғандығын Әбілхан да растайды. Екінші кезең Ақорда аумағы біртіндеп қалыптасты. Алтын орданың әрсіреуіне байланысты кеңейді. Ақорда 14 ғасырдың екінші жартысына өзінің шарықтау кезеңіне жетті. Ақорданың астанасы Сығанақ қаласы болды. Мемлекетті түркі тайпаларымен қоса соғыстан келген моңғол тайпалары да болды. 14 ғасырға қарай олар толықтай көшеден кетті. 14 ғасыры толық көшеленген екен, Ақорда аумағы біртіндеп қалыптасты. Алтын орданың әрсіреуіне байланысты кеңейді. Ақорда 14 ғасырдың екінші жартысына өзінің шарықтау кезеңіне жетті. Жақсы. Енді үшінші топтайымыздар. Үшінші топ. Ноғай ордасы, Ноғай ордасы. 1923-1928 жылдары Ұрыс ханның немересі Барақ Ақордадағы билікті біраз уақыт нығайтты. Көшпелілер үшін маңызы зор оңтүстік Қазақстан аумағының оның қалалары Сығанақ, Отырар, Сауран, Яссы, Сайрам киреді. Бағыныштыларға қарсы күрес барысында Ақорда мен Моңғолстанның күштері бірікті. Жақсы. Бірлескен күрестің тарихы маңызды зор болды. Себебі бұл шығыс дешті қыпшақ пен жетісу тұрғындарының топтасына әсер етті. Дешті қыпшақ пен шығыс ненің топтасуына әсер еткен екен, 70-80 жылдары Әмір Темірдің Ақорда мен Моңғолстан аумағына жасаған ондаған жорықтарының әсерінен нәтижесінде мемлекет әлсіреді. Ұрыс ханның Ақорданың билігі біраз уақыт нығайтты. Жақсы. Ертең отырамыз. Енді оқушылар бүгінгі сабағымызды мағлұматынан алып отырыңдар. Бүгінгі сабақ түсіндіңдер ғой, оқушылар, қорытындылай келе қорытындылау. Не істейіндеріңдер оқушылар бүгінгі сабақта? Қорытындылайын сізге айта қоятындар. Ақордада дешті қыпшақ өмір сүргенін білдім, және оның саяси тарихы 3 кезеңнен тұратынын білдім. Саған айта қой, Әлихан, қорытындылаймыз. Ақорда 14-15 ғасырлар аралығындағы шығыс дешті қыпшақтарды біріктіру кезеңінде маңызды рөл атқарды. Өзіндік маңызды рөл атқарған екен. Бар екінші топтағы кімнің тағы да қорытындылауға қосылды. Айсұлтан қорытынды айта ғой, бүгінгі сабақтан түйген ойынды айта ғой. Ақорданың аумағы біртіндеп кеңейді, және де Алтын Орданың құлауының әлсіреуінің арқасында олар кеңейді, және де 14 ғасырдың екінші жартысында олар өз Енді оқушылар барлығымыз күнделігімізді алып, үй тапсырмасын жазып алайық. Қазір қысқаша қорытындылай кетейік. Ақорда Қазақстан аумағында Моңғолиядан кейін құрылған
оқушылар сабақтан кейін енді осы Ақорданың орталығы қай жер? Сығанақ қаласы болған екен. Енді осы Ақорда 14 ғасырдың екінші ширегінен бастап Алтын Ордадан бір жолата бөлініп шықты, және Ақорданың негізін қалаған Шыңғыс ханның немересі Жошы хан үлкен ұлы орда екен. Ақорданың алғашқы құрылған кезде Алтын Ордаға тәуелді иелік болып есептелді. Ал іс жүзінде өз алдында тәуелсіз саясат жүргізіп отырған екен. Қорытындылай келе осылай болған екен. Енді үй тапсырмасын жазып алайық оқушылар. Үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасы Ақорда мен Алтын Орданың сыртқы саясатын салыстыру Вен диаграммасы бойынша ұқсастықтар мен айырмашылықтарын жазып келу. Енді оқушылар, мен сендерге мынандай стикер бердім ғой, сол стикер бойынша бүгінгі сабақтар мен білдім, мен білгім келеді, түсіндім деген өз ойларыңды стикерге жазып, алма ағашқа жабыстырамыз. Жазыңдар. Өз ойларыңды мен түсіндім білгім келеді деген түсініктерді бәріміз алма ағашқа жабыстырамыз. Маған ұнады деп жазыпты оқушымыз. Мен түсіндім деп жазыпты. Бүгінгі сабақтан түйіндегенім бүгінгі сабақ бағалау парағын бердім ғой мен жаңа. Қазір барлықтары маған жинап бер. Топ басшы маған бағалау парағын жинап бере салыңдар. Бұлдан алып келе ғой. Алтынай, Айсұлтан. Балалар, биылдыққа қандай жыл болды? Тәуелсіздігімізге 30 жыл болған екен. Соған байланысты Атамекен әнімен бүгін сабағымызды аяқтаймыз. Бәріміз Атамекен әнін айтамыз. Тұрамыз орнымызда. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.